Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама қолдау көрсетіп, видеоларыма лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Мен бүгін сіздермен осындай капкейкілердің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл өзі шоколадный капкейки, өте дәмді шығады. Ең алдымен осылай 2 жұмыртқаны алып, 300 грамм қантымды салып, әбден аппақ қою массаға айналғанша миксерлейтін боламын. Бірінші миксердің жылдамдығын азғантай жайлап жылдамдықтан бастай отырып, көбейтіп, максимальный жылдамдыққа дейін алып барып, осылай қантым ерігенше, аппақ массаға айналғанша миксерлей беремін. Міне менің массам қойыланды. Енді үстіне сүт және өсімдік майын құямын. Осыларды тағы да бір азғантай жылдамдықта миксерлеп араластырып аламын әбден. Массам әбден біріккеннен кейін қазір мен қопсытқышымды саламын. Және какаомды, ситыдан өткізілген какаомды салып, және ситыдан өткізілген ұнымды саламын осылай. Енді осыны жайлап отырып, араластырып біркелкі массаға айналдырамын. Міне менің массам дайын болды. Мен осы массаны осындай капкейканың ыдыстарына, осындай капсулаларға біркелкі қылып құю үшін осындай кондитерлік мешекке әуелі массамды құйып аламын, және оның ұшын кесіп, осылай капсулаға көз мөлшерімен өзім ортасынан келетін қылып, барлық массамды осылай капсулаға жайғастыратын боламын. Капсуланың ортасынан ғана келтіріп құясыздар. Бетіне дейін келтірмеңіздер, себебі қазір көтеріледі ол. Құрамында разрыхитель бар, жұмыртқасы бар. Сондықтан ортасына шейін осылай барлық массаларымызды құйып шығамыз. Менде 24 штук шықты осы құрамнан. Міне мен барлығын құйдым. Енді осыны противеньге салып, 160 градуста 30 минут духовкада пісіріп алдым. Міне менің капкейкілерім пісті, бәрін суытуға қойып қойдым. Кішкене суығанша мен осындай шоколад пен сливкемді араластырып, қысқа толқынды пеште, яғни микроволновкада ерітіп алатын боламын. Және оған дейін кремімді дайындай беремін. Крем үшін осылай креметті және 30% сливки аламын, және қантымды қосып, миксерлеп біркелкі масса айналдырып крем жасаймын. Кремді осылай дайындап қоямын. Енді бұл капкейкілердің басқа капкейкілерге қарағанда ерекшелігі, ортасын осылай ойып аламын. Мен осындай гүл жасайтын формамен ойдым. Басында буфетпайдың несімен ойып едім, ол кішірек болып кетті. Сондықтан үлкенірек формамен осылай ортасына ойық жасап аламын да. Осыған жаңағы ерітілген шоколадымды әбден араластырып, кондитерлік мешокпен осы ойып алған ойықтарыма осы шоколадты құятын боламын. Шоколадты құю кезінде бір құйып аламын, және кішкене сіңгеннен кейін қайтадан үстіне тағы жүріп құйып шығамын. Әбден толық сіңіп кеткенше қарап отырып, осылай ойықтардың бәрін шоколадқа толтыратын боламын. Енді қалған шоколадымның 4 қасығын жаңағы жасап қойған кремме 4-5 ас қасықты осылай құямын да, және бұл кремді біркелкі массаға шейін тағы бір миксерге соғып аламын. Енді дайын болған кремді капкейкінің бетіне әдемілейтін боламын. Ол үшін осындай насадка кигіздім кондитерлік мешогіме.
сіздер өздеріңізде қандай насадка бар, сонымен жасай берсеңіздер болады. Осылай капкеклердің бетіне гүл қылып, әдемілеп, сәндеп шықтым. Сіздер өз қалауларыңызбен қандай насадка бар, сол насадкамен жасай берсеңіздер болады. Бұл таза кәдімгі шоколадный капкейкі болады. Ортасына құйған шоколадымыз бар. Ішіндегі бисквиті де влажный болып, өте дәмді, өте күшті шығатын капкейкі. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Дәмін көріңіздер. Міне ортасын кескенде, менде ортасына шоколады міне көрініп тұр. Осындай болып шоколад тұрады.